Жаңалықтың жаршысы болып, қанжығасы қашан қарасаң медальмен майланған адамдардың барлығы, әсіресе қыз келіншектер өзіңізді айланған. Берік мырза, амансыз ба? Бүгінгі медиа жобамызға қош келдіңіз. Жалпы сіздің осы елдің төл баласы ғана емес, спорт майталманы ретінде де жақсы танимыз. Сіз спорттың қай түрімен айналысасыз және оның қазіргі қоғамдағы сұранысы қандай? Алғашқы сұрақты осыдан бастасақ. Рахмет, қош көрдік. Енді жаңағы медаль деген бәленде енді біз олимпийский чемпион емеспіз. Айронмен, триатлонмен айналысып, содан басталды спорт деген. Марафондар жүгіреміз 42 шақырымнан. Осы Астанаға көшіп келгелі сондай басталды. Спортпен айналысып, оған өзі сондай бір себептер болды. Алланың қалауымен бір стресстер болды. Содан сол жүгіріп сол набегал. Сөйтіп жүгіріп жүріп таныстық. Осы жақтағы жүгіретіндермен, темір адамдармен сөйтіп. Сондай темір адам деген шешім жаңағы қабылдап темір адам болам деп. Сөйтіп сол жолда жүгіруден бастадық. Ол триатлон. Әлемде темір адам атағын береді. Определенно өзінің бір жаңағы лимит времени, бір уақытқа кірсең, әлемде темір адам атағын береді екен. Соны естіп, в общем, мына мен темір адам болам. Мен мына қиындыққа сынбаймын деп сондай бір не істедік. Темір адам емес, берік адам болдыңыз. Иә, енді былай жұмысым мен мыс компаниясында істедім, Ақтөбе облысында. Одан кейін Алматы жақта алтын компаниясында істедім. Медный беріктеді, одан алтын беріктеді, достарым. Неше түрлі жаңағы лақабаттар болды. Одан темір адам атағын алғаннан кейін темір беріктеді, одан титан беріктеді. Сосын мен темір емеспін, мен берікпін, берік адам деп өзім жаңағы берік адам болайыншы. Лақабатым берік адам болды. Сонымен қазір енді халық берік адам болып танып жатыр ғой, танымалдық енді. Анау заманың түлкі болса тазы болып шап дейді ғой. Инста парақша, TikTok, YouTube, содан енді танымалдылық берік адам деп сол танып жатыр. Енді атым берік по совместительству. Мен енді айрон, мен сіз айтып жатқан спорттың түрін білетінім, балам менің былтыр балам өзінен өзі тамыз айынан бастап біріншіден тамақтан тыйылып. Екіншіден өзі спортсмен бала еді. Жаңағы неге баратын, тренажерный залға баратын, боксер жігіт өзі. Алдыда бастапқыда азында бір банан, обедте бір бес, кешкісін су, күріш немесе. Өстіп бастаған бала, бір күні қарасам, мүлдем уже көше бастады, бір күн қарасаң тек су ішіп жүреді. Келесі күн жаңағы өзінің несін қайталайды. Менде кәдімгідей осы спортқа деген бір жек көрінішті әрекет басталды. Бұл не спорт, сен асқазанын құртасың, сен денсаулығыңды құртасың, ана деген өзі осындай ғой. Сонымен іздене бастадым мен. Қаяқта бұл қандай спорт, не бұл өзі, атын енді ұмытып қалам жаңағы. Иранмен деп жүрем өзі. Сөйтіп жүріп, берік адамды көрдім. Сізді көрдім. Сонымен сіздің инстаграмды қарай бастадым. Қарасам, бұл вид спорта әйелдерге де жақын сияқты, әйелдерде айналысып жатқанын байқадым. Сайып келгенде еркек адам қалай әйелдің проблемаларымен, ананың проблемаларымен, жаңағы семіздікке, толықтыққа келгенде айналыса алады. Енді сіз ұлыңыз айналысқанда бір түрлі дейсіз, қорқыныш болған шығар жаңағыдай. Әлі күнге менде бар қорқыныш, менде апатия бар, мен қорқам. Қорқыныш. Бір күн сырбатсы етіп кете бар деп айттым ғой өткенде. Тамақты аздау ішу, артық салмақтан ажырауы. Кәдімгі жіптіктей болып қалды. Иә, тартылып қалады ғой. Триатлон деген өзі ол жүгіріс, ол жаңағы жүзу. Күнде азында 4-тен тұрып, 5-тен тұрып жүгіріп келеміз. Бір сағат. Иә, одан кешкісін тағы тренировка. Сөйтпе. Адам солай шынығады екен. Немен айналыссаң, соған айналасың. Триатлонның ол енді арақашықтарда өте ол зор. 4 шақырым жүзу керек, полный айронменде 180 шақырым велосипедпен өту керек, одан кейін 42 шақырым жүгіру керек. Ол полный марафон 42 шақырым. Былай қарап отырсаңыз, енді 42 шақырымды былай жүгіріп, өзін тек 42 шақырымды ғана жүгіріп өту, неде марафонда ол оңай шаруа емес. Ал тут триатлон.
3 вида сразу за один день. Сол боксы, жаңа тренажерный залы, жүгіру, триатлон деген осы ма? Триатлон деген жүзу, велосипед, жүгіру. Бұл онда бұныкі қалай аталады мен балаңызды? Сіздің балаңыз немен айналысып жүргенін білмеймін. Енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мен триатлонмен айналысса шығар деп ойлап отырмын ғой. Енді тамақтан ажырады, шамалы артық салмақтан құтылып жатыр деп. Триатлон деген осы екен. Әлемде темір адам деген атағын береді. Егер де сен берілген уақыт мөлшерде, мысалға әлемнің қай нүктесінде болып жатыр, 16 сағат беруі мүмкін, 15 сағат беруі мүмкін. Мысалға Италияда 15 сағат береді. Черве деген қаласында мен 2019-да жасадым. Сол 15 сағаттың ішінде 4 шақырым жүзіп өтуің керек, 180 шақырым велосипедпен өтуің керек, 42 шақырым жүгіріп өтуің керек. Демалыс жоқ. Это гонка. Аяғыңда чип тұрады, каждый секунд санайды. И сосын суға кіріп, судан шыққан кезде сразу саналады. Уақытың суда болған саналады. Судан шығып, анау транзитная зона дейді, велосипед тұрған жер. Су жерге дейін жүгіріп барғаның, велосипедті алғаның, шыққаның бәрі транзитная зона саналады. Велосипедпен 180 шақырым айналып келгенің саналады. Қайтадан транзитная зонаға кіресіз, жүгіріп кеткен уақытыңыз тағы саналады. Соның бәрін қосады. Егер де сіз берілген уақыттың ішіне кірсеңіз, сіз темір адамсыз әлемде. Берік Молдабаев of Kazakhstan, you are Iron Man деп айқайлайды. Сол бір фразаны есту үшін мен 2 жыл жарым сол жаңағы еңбектендім десем болады. Жалпы енді қанша жыл болды спорттың бұл түрімен? Бұл түрімен айналысқаныма енді 2016-тан қарасақ 9 жылдай болып қалды. 9 жыл болып қалды. Енді мен өзімді ана ретінде бұл спортты жақтырмайтын тектен текке айтқан жоқпын. Сіздің анаңыздың бұл спортқа көзқарасы қандай? Менің анам енді бұл спорттың қаншалықты енді қиындықтарын, жаңағы ұзақтықтарын онша түсініңкіремеген шығар кезінде. Өйткені мен Ақтөбеден көшіп келдім 2016-да. Осы жерге келдім де бизнеспен айналысам дедім. Жаңа үйімді сатып, осы жерге бір джиппен жүрдім ол кезде, Land Cruiserмен келіп. Мен бизнес жасаймын да, жаңағы ақшамды салам да, үйдің ақшасын осы жерден жаңағы басқа квартира сатып алам, көбейтіп алам деп оп-оңай ойладым. Негізі содан кейін түсіндім, что мен я не бизнесмен, оказывается. Көп нәрсені түсіндім осы уақытқа дейін. Сөйтіп ақшасыз қалдым, машинасыз қалдым, біраз қиналып, сөйтіп жаңағы триатлонға стресстің арқасында келдім десем болады. Бірінші жүгіре бердім, тек жүгірдім, сол жүгіріп жүріп. Өзіңіздің бойыңыздағы мынау уақыт қиындықтар бар ғой, өмірлік қиындықты жеңу үшін жүгіруден бастадыңыз. Стресс. Жүгіруден бастадым. Жата алмаймын, ұйқы қашты. Стресстің де түр-түрі болады ғой. Менікі ұйқы қашудан басталды. Ұйқы қашты, сосын уайымдай берем. Не істеймін. Енді квартирде тұрам. Үй жоқ, назад ход жоқ. Ақтөбеге қалай? Қайтқыңыз келмейді Ақтөбеге. Қайтқым келгенде де қайтқым келеді, бірақ бет жоқ. Жұрт не айтады? Кімнен алып жүрсіз? Жұрт не айтады? Мамаңыз сізді жұрт не айтады деп өсірген басында? Солай болып тұрған сияқты. Жұрт не айтады деген вообще мені оказывается бар ғой. Мен осы Астанадан, Ақтөбеден көшіп келген мен 9 жылдан кетті. 9 жыл деп айтайықшы. Сол осы жылдар бойынша жұрт не айтады мен осы жақында құтылдым. Қазір жұрт айтады. Ол установка кімнен келді, анаңыздан, әкеңізден? Ол установка сол енді ата-анамнан келген шығар деп ойлаймын. Ата-анаңыз қандай адам жалпы? Қарапайым адамдар. Қарапайым адамдардан осындай төзімді, шыныққан, шымыр жігіт шықты. Енді Алланың қалауымен. Қалай тәрбиеледі сізді? Тәрбиелегенде енді бір қалай айтсам болады. Менің ата-анам өмірімде басымнан айналайын деп басымнан сыйлап еркелетпеген екен. Еркелеткен жоқ. Темірдей тәртіппен өстіңіз. Солай деп айтуға болады. Аясаң аяма деп. Баланы аясаң аяма. Солай өскен болу керекпін. Мен өйткені енді бала кезімізде біраз малда бақтық, қой бақтық, сиыр бақтық, жылқы бақтық, ауылдың енді біраз нелерін жаңағы ауылдың бүткіл шаруаларын білем ғой мен. Бүткіл таңың атып тауық шақырмай тұрып алып, түнде өте кеш ұйықтап, мал азын таңертең мал жайғаумен суғарудан басталады. Содан басталады. Содан кейін үй жинаумен аяқталады, тамақ пісіру. Мен 2 ағайындымыз. 80-ші жылғы інім бар. Туған інім 2 жас. Біздің үйде апа қарындастар болған жоқ. Екеуміз ұлыда, қызыда үйде біз үй жинау, тамақ пісіру, мал жайлау бәрі сол өзіміздің мойнымызда.
сөйтіп өстік қой. Енді қазір Аллаға шүкір ешқандай мен оны не істемеймін, жаңағы солай өскеніме ешқандай өкінбеймін. Өйткені менің әке шешем соның бәрін маған сындырды. Былай да былай көштік, районнан, ауылдан, қалаға деген сияқты. Біраз мектеп ауыстырдым. Анаңыздың аты кім? Жұмасұлу, анамның аты Жұмасұлу. Атының әдемісіне Жұмасұлу, мамамның, анамның, енді олар 7 ағайынды. Енді атап айтсақ, 3 ер, 5 қыз болды олардың семьясында. Үлкен ағасы марқұм болды, біраз жыл болды. Әкемдер 5 ағайынды. Әкем қайтқанына биыл 18 жыл болады. Әкем өте сондай білімді, есепке өте мықты. Кезінде совет үкімет кезінде бірінші ер продавецтер болады, сатушы магазиндегі. Кооперативте сондайда істеген, сондай мына сатушы, ер адам сатушы дегенде ол кездерде бірінші ер адам сатушы ауылдық жерде лавкаде или болмаса дүкен магазинде сатушы болды кезінде. Сол бухгалтер болды, есепке өте мықты болды. Сөйтіп бір күндердің күнінде әкем есептен шаршадым, бухгалтериядан бәрінен шаршадым, миым демалтам деп мал бағуға ауысып кетті. Сөйтіп ауылға көшіп, сол жапан далада тұрып. Табиғаттарыңыз қандай? Таулы аймақ пе еді, сырт дала ма еді? Біздің Ақтөбе облысы енді табиғаты керемет, Алматыныкіндей, Ерейментау әдемі жерлер бар ғой. Мен енді осы енді көз ашылып жан жақты көріп жатыр ғой. Онан да ондай әдемі емес енді, бірақ өзінің әдемілігі бар. Ерекшеліктері бар. Бала кезден сол есте қалған жерлер бар, суға түскен жерлер бар, кәдімгі. Осы күні барсам да ана жерлер деген родной болып. Сағынып тұрасыз. Ностальгия. Атпен жүзіп өткен жерлер, атпен жүзіп өзен тереңдеді. Терең жерлер де бар, енді тайыз өткелдер де бар. Машинамен мұздың үстіне өтіп бара жатып түсіп кеткен кездер, атпен жүзіп өткен кездер, солардың бәрі өмір бойы есте қалады екен. Атты жуындырған жерлер. Сөйтіп ат жүзген кезде жалында өскен баласы. Аттың жалында өскен баладан неге көкпар шықпады, неге айронмен шықты? Ол Алладың қалауымен. Өзіңізде қызығушылық болған жоқ па? Енді жаңа айтып отырмын ғой, қаладан Ақтөбеден Астанаға көшіп келгеннен кейін стресс басталды ғой. Мен тек жүгіруді біліппін ғой. Жүгіріп шаршап беріп жатам, тұрам, қайтадан жүгіріп беріп жатам. Сөйтіп ат стресса. Сөйтіп енді біреулер шығып кетеді дейді, біреулер тағы бірден істеп кетеді. Сіз жүгіріп кеттіңіз? Мен жүгіріп кеттім. Сіздің мынау қазіргі балалық шақтан ересек шаққа бірден секіріп кетуіңізге қарап, бір стресс алатын, сондай бір тұйықталған адам көрмей тұрмын да. Біз балалық шақта саяхат жасап жүрсек, сіз не қарап секіріп өтіп кете алады екенсіз. Жалпы айтыңызшы, мал баққан кезде жалғыз бағатын бедіңіз, көмектесетін қасыңызда шопандар болды ма? Жоқ, жалғыз бақтық. Біз шопан өзіміз болдық. Әкем шопан болды. Біз племенной аттар бақтық. Племенной қошқарлар болды. Ана қошқарлар. Племенной деген отборный. Қой мен қошқардың отарлары болады племенной. Оларды отбирать етеді. Өзі сондай бір породалар болады. Енді мақтана қошқарлар. Сөйтіп сол қойға қошқар салған күндер, қошқарға мінген күндер, одан құлаған күндер, неше түрлі бар есте. Қойдың сүті қорғасын дейді. Қазір біздің қазақ қой саумаймыз. Сіздің анаңыз қой сауды ма? Жоқ, қой сауған жоқ, бірақ ешкі сауған. Ешкі болды, иә? Ешкі болды. Бие саудым мен, ешкі саудым, сиыр саудым. Өзіңіз саудыңыз ба? Өзім қолыммен. Анаңыз үйретті ме? Анам үйретті. Анам біздер 20 сауынға дейін сауған кездер болды. 20 сауын деген? 20 сауын деген кәдімгі 20 сиыр сауат. 20 сиыр? Иә. Азанда кешке 2 мезгіл? 2 мезгіл. Биені 3 мезгіл саудыңыз? Биені мен өзім саудым. Енді анам бие сауған жоқ. Анам биені көрсетіп берді, бізге әкем көрсетіп берді. Биені біз сауатымыз, ініміз екеуміз. Идіреміз, құлынға еміземіз, сосын сауамыз. Қызық енді ол сәттер. Ақтөбеге келген кезінде сізді сырттан естігеніміз, сіз дымсыз келгенсіз. Бүкіл дүниеңіздің бәрін жоғалтып, сөйтіп келді деп естідік, рас па?
Енді осы жерден бардан жоқ, жоқтан бар болған азамат деп естідік қой. жек қойдым десем де болады. Енді барымды осы жерден. Содан кейін дымсыз қалдым. Енді Аллаға шүкір 3 баламен осы жерге мен көшіп келдім. 4-ші балалы болдық. Әйелім, не істейміз? Біз что-то өзіміз күнімізді көре алмай жүргенде 4-ші баланы туасың, не істейсің енді. Жаңа қазақтың сөзі бар емес пе? Қозыға бір шөп артық өседі деген. Егер бір қозы артық турылса, бір түп шөп артық шығады дейді. Сол секілді. Жалпы енді қазір біздің қоғамда мынау тұрмыстық жүдеулікке төтес бермейтін жас отбасылар өте көп. Сіздің келіншегіңіз сіздің жаңағы осы қиналған шағыңызда қаншалықты демеу бола білді, несімен есте қалды? Қалай демеу беретін еді? Ой, менің келіншегіме Алла разы болсын. Енді Алланың қосқан келіншегі болды. Қиындықтарға біраз. Енді жаңағы Ironman жолының өзінде ол бір қарап отырсаңызшы, Ironman жағдайы бар, жетістікке жеткен жігіттердің, кісілердің, енді әйелдер де бар оның арасында, әлемде көп. Сондай жағдайы бар, уақыты бар адамдар жасайтын спорт, былай қарап отырсаңыз. Не дешевый вид спорта, очень дорогой вид спорта. Бір велосипедтің өзі, самый бір арзан велосипедтің өзі 500 мыңға жуық шығады. Киетін киімнің өзі бір енді бюджетный 200 мыңның үстінен шығады. Аяқ киім, жаңағы велотуфли дейді, каска, очки, бәрі керекті, бәрі ақша тұрады. Сонымен жаңағы Ironman болу үшін әдейі жаңағы осы жерде осы сияқты BI Group деген компания бар, соған жұмысқа тұрған, поддержка береді олар дегесін. Мен темір адам боламын деп әдейі сол жерге жұмысқа тұрып, сөйтіп финансированиесін алып. Но әйелім туралы болды ғой сұрақ. Семьяның аузынан жырып жаңағы сондай заттарды алу дейсіз ғой. Сондай заттардан бөлек әйелім жаңағы витамин, мынандай витамин ішу керек екен. Сіздерде еще нелер бар ғой? Анау адам бар ғой, до такой степени спортпен айналысқан кезде терісімен бірге ағады ғой. Сонымен бірге іштегі кальцийлар, қажет дәруменнің бәрі шығып кетеді екен. Масқара нагрузкадан. Сондықтан оны толтырып отыру керек екен. Толтырғанда да оның качественный витаминдері болады неше түрлі. Спорт магазиндерде сатылады олар арнайы. Спорт магазиндерде сатылады, сатылатын жерлері бар неше түрлі. Сол нелерді, неше түрлі витаминдерді алуға әйелім енді семьямның бала шағамның аузынан жырып берген күндері болды да, сен мықты болу керексің, сен темір адам жасау үшін сен отағасы керек маған деп ішу керексің, жеу керексің, осыларды деген сондай жағдайлар өте көп болды. Қиын кездер көп болды, енді жетпейді, уайымдайсың. Жаңағы сосын мынандай бір жағдай болды. Маған бір достарым айтады: "Ей, Бәке, сен миллионерлермен жарысып жүрсің ғой. Айдын Рахимбаев миллионер, у него есть там свои эти жаңағы диетологи, у него есть, которые миллионы стоят, витамины, у него есть время, у него есть жағдай. Ты живешь на квартире, зарабатываешь 200 тысяч, сам қуырмаш кушаешь, сидишь на қуырмаш и хочешь Ironman сделать." Қуырмаш дегені бізде Западта, Ақтөбеде жаңағы нені айтады, макаронды айтады. Ой, сөйтіп жейміз оған. Чыр-чыр қызым, вермишель қуыршы дейді. Мен намыстанып, вермишельмен, я сделаю Ironman на қуырмашы дедім. Сөйтіп сол қуырмаш жеп жүріп ақ, сөйтіп бүйтіп әйтеуір жеткізіп сол темір адамға жеттік. Енді адам темір адамға жеттіңіз ғой түбі? Жеттім. Сол жеткенде қай жылы жеттіңіз, қалай жетті? 2019 жылы 21 сентябрьде Италияда Черве деген қаласында мәреге жеттім, жаңа Қазақстанның туымен. Сонда кәдімгідей жыладым от достижения цели. Сонда ойлаймын, адам мақсатқа жеткенде осылай қуанады екен ғой деп. Кәдімгі қуаныштан жыладым. Анау енді күндіз-түні деп ойлап жүрген мақсат қой. Қанша жылдан бері армандап жүрсің? 2 жыл жарым солай жүрдім. Тек қана соны ойлаймын. Нәтижені 2,5 жылда көрсеттіңіз ғой? Нәтиже негізі осы Қазақстанда 1 жыл жарымда көрсетіп, 1 жыл 9 айда чемпион болып, жаңағы нелеріне корпоративный стажым сыймай қалды, келмей қалды. Сөйтіп тағы 2019 жылға қалып қойдым. 2018-де бара алмай қалдым, мені қалдырып қойды. Сондай да қиындықтар болды. Енді менің түсінгенім сол жаңа мәреге жеткен кезде адам өзінің қойған мақсатына жеткен кезде бір ощущение от достижения цели. Қандай болады екен? Керемет болады екен енді. Герой болып сезінесің өз-өзің.
Қуаныштың жаңағы жасы. Супермен емес, Жылап. мен берікмін деп. Мен осыны Аллаға шүкір, Құдайға шүкір жасадым ба, мен емес па деп. Я. Содан кейін түсіндім мен, как надо ставить цель и достигать. Оған қалай жету керек? Қалай жету керек? Мақсатқа қалай жету керек? Нереально армандау керек екен. Аха. Сосын соны жатарда да тұрғанда да ойлау керек екен. Сосын визуализация деп айтамыз ғой, соны көріп армандап сөйткен кезде ғана адам жетеді екен ғой. Ал ондай адам жанынан қарағанда со стороны біреуге ненормально болып көрінеді екен. Сондықтан мақсат қойған кезде надо ненормально идти к своей цели. В хорошем смысле этого слова. Жалпы Ми орысша ойлап қалады кейде сол орысша сөздерді. Я дұрыс. Ол енді сізге ішінде спортшылардың басым бөлігі енді орысша, ағылшынша сөйлейді. Өзіңіз қанша тіл меңгергенсіз? Қазақша, орысша ғой білетін. Қазақша, орысша. Өте әдемі. Анаңызбен бала күндегі қарым-қатынасыңыз қалай болды? Өзіңіздің армандарыңызбен бөлісетін болыңыз. Анаммен өте жақсы болдым. Өйткені әкемізден шамалы бір қалай айтсақ болады, қатаң болды деймін. Анама жақынырақ болдым. Менің анам өте қарапайым адам. Мен оқыған мектепте пол жуушы болды. Уборщица. Сондай. Еден жуушы. Еден жуушы болып жұмыс істеді. Сол еден жуушы қасында апайларды танимыз. Еден жуатын табалдырықтың астында, лестницаның астында бір кіретін бір нелер болды, каморкілер. Сол жерде отырып талай шай ішетінбіз. Анам мен анамның қасындағы жұмыстастарымен бір 3-4 әйел болып сол жерде шай ішетінбіз. Сол есімде қалды. Солай өстік. Анаңыз сіздің армандарыңызға қатысты қандай мақал-мәтел болмаса қолданыстағы сөздерді айтатын еді? Ол сізді қалай жетеледі? Жетелегенде оқу керек, білім алу керек, білімсіз ешқайаққа да өспейсің деп сол анамның барын салып киіндірді, бақты, қақты, сол оқытты ғой. Менің 4 дипломым бар осы күнге. Бәрін анаңыз алып барды ма? Анам мен әкем оқу. Керемет. Мен 11 бітірер кезде, мектеп бітірер кезде ревматоидный полиартрит деген диагноз қойды. То есть ол диагноз ревматизм өмір бойы қойылатын диагноз еді. Содан марқұм әкем айтты, сен берік, мынау ауру, саған өмір бойы диагноз қойылып жатыр, сен медицинаға бар. Жылы жерде жүр, өз-өзіңді емде, жұмысыңды істеп жүріп, өзің емделесің. Жылына 2 рет көктемде, күзде жаңағыдай жүре алмай қалам, кәдімгі суставтарым қос-қостап ұстайды, аяқ, қол жүре алмай қалып, бүйтіп көтеріп больницаға алып келеді, жылап келем. Бір 7-10 күн жаңағы курс лечения алам, риаперин деген неше түрлі дәрілер есімде. Дым болмағандай жазылып кетем. Қайт жазып кетесіз? Дым болмағандай вообще. Бір апта 10 күн максимум. Өз курс сондай. Көктемде солай болса, күзде қайтадан рецидив деп айтады, аурудың қайталануы. Көктемде, күзде ауру өзінің несін беріп отырады ғой. Құс келіп кеткен кезде дейді ғой. Бас ауыратындар болады ғой. Құс келгенде ауырады, құс кеткенде ауырады. Менікі суставтарым ұстайды. Сөйтіп сол диагнозды өмір бойы қойды. Содан мен медицинскийге мені әкем түсірді. Колледжге? Колледжге, фельдшер болды. Хромтау районында, Ақтөбе облысы. Сөйтіп медицинский колледжге түстім, 3 жігіт болып түстік. 57-60-қа жуық қыздар болды. Соның арасында оқыдым. Сөйтіп арамыздағы бір жігіт оқуды тастап кетті, высший оқыватты. Мен высшее образованиені бітірем, заочно сол ағылшын оқыватты да, мен медицинский, мне надо выбрать деді, соны тастап кетті. Тағы бір жігіт бар еді, ол жігіт наркоман болып шықты. Егілетін наркоман болып шықты. Ең бірінші укол внутривенный. Қуып жіберді. Оны қуып жіберді. Мен сонда сол кезде студент кезім, жас кезім ғой енді. 17 жастамын. Сонда сол медколледжде жүріп, сол жаңа ана жігіт менен үлкен болды. Маған мне укольчик сделай, мен басым ауырып тұр деп, сонда венасына сол ең бірінші укол істегенмін мен. Ойбай. Сонда мен наркоман екенін білмейді екенмін. Ауырып жатыр деп укол салып берді. Енді голова болит, ауырыңқырап тұрмын деп сол кезде. Оны кейін түсініп жатырмын да, енді мен ауылдан келген баламын ғой, сол кезде до такой степени бір простой болғанмын ғой. Түсінбегенмін соны. Қазір қарап отырсам, сонда мен наркоманға жаңағы укол беріп, ол да навык үйрендім. Мен айтам, я же никогда не делал, я не знаю, как внутри, я укол бере алмаймын. Да ничего страшного, вот в вену просто вкольни, там попадешь сразу деп. Ужас. Сөйтіп мен
сол жігітке ең бірінші укол жасадым. Давай в подвал пройдем, там никто не ходит, тут что-то мешает деп қойды. Мен айтамын, ну давай здесь сделаем деп жаңағы кабинетте оқитын жерде. Жарнамаламаймыз деп. Ары қарай кеттік да, салуды үйрендіңіз. Я сөйтіп үйрендім. Содан құрсын деп па? Құрсын дедім, мен қазір ойлап отырсам. Сосын жұмыс оқудан шығарып жүрді оны. Бірақ страшно басыға тістейді ана жігіттің бар ғой. Егіліп алады да отырып алады точка. Сіз ше? Беске. Сіз до конца оқыдыңыз ба? Мен до конца бітірген жалғыз мен болдым. Аяғына дейін оқыдыңыз. Айтайын деген. Соны 4 пен 5-ке өтірдім медколледжде. Мектепте де 4 пен 5. Укол беретіннің көкесі мен болдым. Қыздар деген бірнеше түрлі қыздар болды. Қан көрсе құлайтын, тастап кететін қыздар болды. Тастап кетті. Біреулер укол беруге қорқатын болды, тастап кетті. В общем, 3 жігіттің арасынан мен жалғыз бітірдім. 60-қа жуық қыздың арасынан где-то сол 50-ге жуық бітірді ғой. 3 жылдың ішінде. Сосын жұмысқа кірейін десем, жұмысқа алмайды. Біздің кезімізде военный билет деген болды. Военный билетің жоқ па, жұмысқа алмайды. Әскерге бармадыңыз? Әскерге әлі барған жоғым. Мана оқуды бітірдім, 3 жылдай оқыдым, 2 жыл 10 ай оқыдым, дипломды алдым, медикпін. Енді жұмысқа кірейін десем, военный билет жоқ. Сосын медицина деген что-то мало оплачиваем. Сосын сол кезде бум болды бір, сол жылдар бар ғой, финансист болу керексің или юрист болу керексің. Сол кездер болды бір 2000 жылдар. Масқара. Только финансисты, юристы на рынке. Сөйтіп финансовый образование, мен де колледжге түстім қайтадан. Басқа колледжге. Налогообложение. Бәрін ақылы оқыдыңыз ба, ақсыз оқыдыңыз ба? Ақсыз оқыдым. Ақсыз оқыдым. Жақсы жинаған болып тұрсыз ғой, экзамендерден күшті өткен болып тұрсыз. Жоқ, жақсы оқыдым мен кезінде. Сөйтіп налогообложение бітірдім, екінші образование. 2 дипломым бар. Ең жұмысқа тұрайын десем, военный билет. Алмайды еш жер жұмысқа. Прям военный билет строго. Сөйттім де қой, болмас, мен армияға кетем дедім. Армияға негодныйсың, алмайды ғой. Жоқ, мен армияға бару керекпін. Анаңыз естіп алып жылаған жоқ па? Жылаған жоқ. Қайтып айттыңыз анаңызға? Қалай қабылдады ол кісі? Жұмысқа тұра алмадым ғой. Мен еш жерге жұмысқа тұра алмаймын. Анаңызға соны айтып бардыңыз? Әкеме айттым, сен армияға алмайды, сен негодныйсың, сен несің жаңағы, ревматизм у тебя деп. Сөйтіп бір жігіттер арқылы военрукқа давай бір қой берсең, годный ғой. Сөйтіп бір қой шешті ғой. Бір қой шешіп армиядан бір шықтым. Армияға бардыңыз? Бардым. Отан алдындағы борышыңызға 2 жыл азамат қана емес, кәдімгідей өзіңіз береді, қойыңызды беріп жүріп бардыңыз. Қойымды беріп армияға бардым. Ол жерден старшина болып келдім. 2 жыл прям Әскерде хат жазып тұрдыңыз ба? Телефон бар ма еді? Әскерге хат жазып емес, мен әскерге барған кезде как раз Моторола деген андай кирпичтер шығып атты. Кирпич, есімде. Сол телефондар маған бұйырды, как раз дембіл кезімде сол телефон. Ең бірінші армияда телефон ұстаған сол менің. Анаңыз қандай телефонмен хабарласып тұрды ол кезде? Ол кезде анамда қандай телефон болған? Домашний болу керек даже, потому что Моторолалар ең бірінші шығып атты. Кирпич ол санаулы адамның қолында болған. Мына жерімізге де барды ғой. Сөйтіп, оны тығып қоямыз армияда. Оны тығып қоямыз, телефоным қайда деп айқайлайсың, телефонды әкеліп береді. Армия ғой. Сіз дембілсіз? Мен дембілмін. Молодойлар жұмсайсыз? Жоқ, бір жыл летать етіп алдық қой, таяғымызды жеп, сосын бір жылдан кейін көзі ашылды. Молодойларды жұмсау, жаңағы. Енді армия болғасын, өзің жаңа бірінші кезіңде, дух кезіңде ақшаңды бересің дембілдерге. Сосын дембіл болған кезде олардың бәрін ақшасын жинап аласың. Көзі ашылды. Армияның заңдылығы енді. Это нормально. Анаңызбен хабарласып тұратын едіңіз? Хабарласып тұрам анаммен. Не туралы әңгімелесетін едіңіздер? Анаңыз не сұрайтын? Анамнан сұрайым. Қалай жағдайларың қалай? Сауда қалай болып жатыр? Анам ол кезде, біз армияға кеткен кезде әкем мен шешем колхозный рыноктан арзандау қылып сатып алады затты. Сосын базарға біздің райондағы Шанхайда тұрдық біз. Мен Шанхай берік деп атап кеттік, кстати. Шанхай берік деп алдыңыз? Беріктің қанша аты бар деп па? Сол ғой. Содан кейін вакансовке берік адам болдық қой. Сөйтіп сол саудаларың қалай, жағдайларың қалай, не істеп жатсыңдар, қонақ келді, кім келді, анау қалай, мынау қалай, сол туысқандарды сұрау, жағдайды сұрау. Анамызбен сондай әңгіме болды. Сол нағашыларыма өте жақын болып өстім. Анам нағашыларыма жақын қылып, солай енді сондай болды. Бала кезімде. Жігіт жақсысы нағашыдан? Солай болып тұр енді.
нағашылар, мен балалық шағым нағашыларымның айналасында өтті деп айтуға болады. Солай. Нағашыларымды енді қазірде хабарласып тұрамыз, жақын да келіп кетті осы Астанаға. Солай өз ағаларымда енді әке жағымнан да тумаларым бар, хабарласып тұрамыз, келеді тоже. Бірақ нағашы шағым, балалық шағым нағашы жағына жақын болды. Жалпы енді осыдан 2 күн алдын сіздің жаңағы Iron Man мектебіңізге барып көрдік. Iron Boxing. Iron Boxing ба? Iron Man ба? Сол Iron Boxing мектебіңізде қарасам кәдімгі школалар бар ғой ауылдағы. Спорт школалар болады, кішігірім, әдемі 2 бөлме, 3 бөлме, әдемі жасақталған, қарапайым. Енді сіздің Беркмен деген атыңызға анау қарапайымдылық қалай көрінеді екен деп қоям. Енді ол жерде көбісін өз қолымызбен істедік. В целях экономии, жаңағы біраз нәрсе. Бірақ өте әдемі. Қарапайымдылығымен, несімен бір талған бәрібір. Сізге әдемі болып көрінсе солай шығар, енді рахмет. Бірақ неше түрлі залдар бар ғой, талай ақшасы. Жоқ, енді залдар болғанда сол сіздің более қарапайымдылыққа мән беріп жатқаныңызды айтып жатырмын ғой. Мен өйткені кәдімгі залдардың расында да неше түрі бар енді кірген кезіңде. Освещениясы, там дизайнерский подходтар неше түрлі. Оның бәрі ақша, енді істегіміз келеді бізде олай. Оны істегіміз келеді. Бірақ сіздікі спорт мектептеріне көбірек ұқсайды. Біздікі упрощенный бәрі. Қолда бар мен. Минимализация. Мен минимализацияны жақсы көремін деп қойсаңызшы. Жалпы енді сол сіздің мектеппен танысу барысында бір бұрышта енді әжелердің сөзімен айтқанда бір құшақ медаль көрдік. Бір құшақ медальды біреудің сыйламайтынын білеміз. Біреудің алып келіп сатпайтынын білеміз. Бір құшақ медаль 55 штук, 55 дана. Қазір 55 дана медальды қанша уақыт аралығында алдыңыз? Ондай 55 медальды алған уақыт аралығы сізді қандай спорт түрлерінен кімдермен жарыста шыңдады? Енді ол медальдер деген былай қарап отырсаң енді олимпийский бір керемет бір қымбат. Олимпийский деген енді спортта бір шек бар шығар, бірақ енді еңбекте ондай шек жоқ. Ол еңбекпен келген медаль. Әр медальдің тарихы бар. Әр медальдің тарихы бар. Ана медальді қарасаң, кәдімгідей бір сәттер өзіңіздің маңдай тер, табан ақыңыздың бір сәті есіңізге түседі. Есіме түседі. Ол әр медальдің артында бір қорқыныш бар, бір қуаныш бар, бір құлау бар, бір тұру бар деген секілді. Кейбір жерде бір медальдарда қан бар. Өйткенде қан бар? Қан бар. Қалайсында? Кәдімгідей ана трассада велосипедтен құлаған кездер, мына қолдың бәрін жыртқан кездер, кәдімгі тер, киім жыртылып, қан ағып тұрған кәдімгі қандар енді. Сондай кровь и пот деген ғой. Кровь и пот бар, сосын жаңағы қуаныш бар. Былай қарап отырсаң, оны біреулер түсінбеуі мүмкін. Ой, мынау не айтып отыр. Бірақ мен үшін солай. Ол действительно солай болды да. Ол еңбек. Күннің жанып тұрған 40 градус ысыда бәленбай километр жүгіріп, бәленбай километр велосипед жүріп, оңай емес. Оның бәрі мен үшін тарих. Қай уақыт пен қай уақыт аралығында алдыңыз? Енді в общей сложности айтатын болсақ, енді осы Астанаға келгелі ғой енді жайда. 2016-тан бері 55 медаль. Ол енді былай қарап отырсам, мүмкін біреуге бәлендей көп емес шығар, бірақ мен үшін 55 медаль деген көп емес па сіз үшін? Жоқ, біреулерде мүмкін бар шығар. Әлемде неше түрлі адам бар ғой енді, бірақ мен үшін үлкен, мен үшін көп ол. Мен үшін сосын жаңағы менімнің енді өмірімдегі жаңағы мынау қиындықтар, сынақтармен араластырған кезде ол еңбек. Ол мен үшін еңбек ол. Бізде айрон спортымен айналысатын Қазақстанда қанша адам бар? Қазір сан мен араласатын ба? Мен араласатын темір адамдар бар, темір достар. Қанша бар темір адам бізде? Так. Темір адамдар мен араласатын бір енді 10-нан артық бар енді точно. 10-нан артық. Оның арасында енді нағыз Тұрсынбек деген 11 рет айронмен жасаған адам бар. Полный. Ол жылына бір рет өтетін жарыс түрі ма, қалай сонда? Ол әлемде әр жерде өтеді, бірақ жер шары бойынша. Жер шары бойынша. Ол қаражатқа байланысты, ол дайындығына байланысты. Сосын ол восстановление болу керек. Анандай нагрузкадан кейін адам бірнеше ай восстановление жасау керек. Мысалға
бір нагрузка аласың ғой, ол прям организмге шок. Вот, негізі солай восстановление жасау керек. Бірақ бір жылда 1-2 рет 3 рет жасайтындар бар. Әлемде ненормальныйлар бар в хорошем смысле этого слова. Әлемде ағылшындар бар, көп жасаған. Сондықтан әркім әртүрлі ғой. Темірдей төзім керек сияқты ғой. Төзім керек. Ironman — это твой путь. К чему? Ironman вообще твой пройденный путь. Это твои тренировки, это твои подготовки, это твои недоедания, это твои переедания, твои там падения, там твой спад. Спортта да спад болады кейде. Спортта да такой спад болады, күшің кетіп қалады, желаниең кетіп қалады. Кәдімгі дайындалғың келмей қалады. Қойшы дейсің, өз-өзіңмен сөйлесіп кетесің. Мен тете болады ол. Неге барып жүресің де бір күн не істеп жүрмін дейсің. Не істеп жүрмін дейсің. Вот соның бәрі, вот этот весь этот путь, это и есть Ironman. А былай қарап отырсаң, Ironman'ді бір күнде барады да там жасап тастайды ғой. Қанша тер тұр оның артында. Дайындық тұр. Өйткені Ironman'ді жасау үшін дайындалып барып жасау. Полный Ironman'ді айтып отырмын. Дайындалып барып жасау керек. Адам организм әбден ана стрессті алып үйрену керек. Бір күнде бәрін жасау үшін 226 шақырым оның бәрін қосқан кезде. Пройти трассу 226 шақырым, 4-ін жүзіп өтесің, 180 айдап өтесің, 42-сін жүгіріп өтесің, и күн жанып тұрады 40 градус ыссы, допустим. Өте қиын. Жалпы енді сіз қазір қазақстандық аналардың біразының сүйіктісісіз десем, айналып өтіп кете бересіз, келіншегіңізге талдау деймін. Сүйіктімін ба, мен білмейді екен. Енді әлеуметтік желіде жаттығулар жасайсыз. Ол кісілерді шақырып аласыз, салмақтан арыламыз дейсіз. Ол кісілердің де ерік жігерін өзіңіз сияқты шыңдағыңыз келеді. Артық салмақтан арылу үшін ең бірінші кезекте аналарымызға, әйелдерге не керек? Ең бастысы өзімді өзгертем деген мақсат керек, сосын тәртіп керек. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Тәртіп қандай ол тәртіп? Біз тәртіптіміз. Менің тәртібім ерте тұру. Мен таңғы тренировка өткіземін, таңғы 5-те мен жаттығуымнан қалмау үшін. Таңғы 5-те сіздің жаттығуыңыз басталады. Басталады ровно. Міне ровно 5:00 ма бітті. Басталады. Кешіккен адам? Кешіккен адам наказаниясы бар. Қандай ол наказание? Бёрпи деп айтамыз, енді көп адам түсінеді бёрпи не екенін. Отжимание секрет, қолын ұрады, секрет. Отжиманиеден аралыққа дейінгі. Жерге жатады, отжимание жасайды, тұрады, секрет. Бірінші тұрады, секіреді, қайтып отырады, қайтып отжимание келеді. Қалып қойған адам соның неше минутқа қалып қойды, 10 минутқа қалып қойса, 10, жарты сағат қалып қойса, 30. Ауыр емес па? Негізі ол дайындыққа байланысты. Мысалға енді жасап жүрген жас жігіттер болса, оларға ауыр емес. Ал енді артық салмағы бар әйел адамдарға ауыр. Иә, сол кісілерге. Қиналады. Алмастырамыз спорттың осы түрін деп айтатындар бар ма? Алмастыру деген жоқ қой, мен ғой. Алмастырмайсыз? Жоқ. Сосын алмастырмағаннан соң, мысалға біреулерге ол жеңіл болады. Олар еще плюс ақшалай төлейді. Каспиімнен, өз каспиінен, менің каспиіме штрафын төлейді. Қанша төлейді? Сол жұмыс істейді. Аз болса да, мысалға 20 минут қалып қойса 200 теңге төлейді. Жарты сағат қалып қойса 300 теңге төлейді. 1 сағатқа қалып қойса 600 теңге төлейді. Ал егер сен ақша төлесең, штрафың төлесең, саған керек емес. Жоқ, жасайсыз штрафпен бірге. Жасайсыз неше штраф? Иә. Жасамай ақшасын штрафын төлейсіз сақтала ма? Жоқ, онда өтпейді. Сол штрафтар кәдімгі жұмыс істейді. Это работает. Кешікпеуге тырысады. Сосын кешік берген адамды, жаңағыдай, мынау кешік келді. Жұрттың көзінше жаңағыдай бёрпи жасату, штраф төлету, жұрттың көзінше бәрі. Егер де ол оған ренжіп қалатын болса, ойбай, оның алдында бәрі келісіммен ғой, келісіп алдық. Оған ренжіп қалатын болса, ренжи бер, үйіңде жата бер, ренжіп онда. Сен өзгермейсің. Салмақ тастама, сен өзгермейсің. Иә, сен өзгермейсің. Өзің ренжіп жата бер. Деген ұғым бізде. Сосын келгенге 5-те келеді. 5-те келеді. Новичок келді ма бүгін міне, жаңадан адам келді ма, алдына шығарам. 20 шақты адамның алдында 25 адам, 30-ға жуық адам, 35 адам болып кетті бір уақыттарда. Бәрінің алдына шығарамды, жаңа кісімен таныстырам. Міне Бәленше Түгеншиевна келді мына жерге, жасы осындай. Бұның мақсатыңыз қандай? Арықтау дейді. Артық салмақтан ажырау. Мақсатыңыз осындай. Сосын айтам сразу, келісіп алайық. Бұл жерде тәртіп бар. Тәртіпке бағынған құл болмайды деп Бауыржан Момышұлы. Тәртіпсіз ел болмайды. Тәртіп жоқ жерде нәтиже жоқ. Конечно.
сөйтіп әрине келісіп аламыз, сосын айтамын, бұл жерде дін, бұл жерде тіл, бұл жерде кім не киіп алған талқыланбайды. Бұл жерде әркімнің өзінің мақсаты бар, ниет дұрыс болу керек, бір-бірімізге пайдалы болу керек. Бәрін жаңа келісіп аламыз, қол алысып аламыз, бәрінің көзінше. Сосын все, вперед, давай пахать. Оңай зат жоқ. Бір адамға күнделікті жүктеме 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат. 1 сағаттық топтық жаңағы жаттығу 1 сағат. Қыздар да сол жаңа боксингпен айналысады. Бізде жаңағы не ғой, кардио упражнение с элементами бокса. Кілең боксшылар жасайтын элементтер жасаймыз. Сөйтіп мақсат боксер болу емес, мақсат оздоровить, артық салмақтан ажырау. Бірақ үйірме бар сіздерде, бокс үйірмесі. Бокс үйірмесі бар. Таза бокспен айналсам, маған бокс ұнап қалды дегендер бар. Можно мен индивидуально таза, пожалуйста. Мне тренер, жеке тренер, ақшасын доплатить етті, пожалуйста, айналса. Ондай бізде азаматшалар көп. Машина болады кәдімгідей. Ана удар қояды, кәдімгідей, ана қызығына кіріп кетеді. Ондайлар көп. Жалпы үрім-бұтағыңызда спортпен айналысатын адамдар болған басында? Енді біздің аталарымызда енді ондай прям атағы шыққан спортсмендер жоқ енді. Біріншісі сіз? Енді темір адам атағын алған мен шығармын енді, бірақ енді әкем марқұм таңертең тұрып әрдайым физзарядка жасайды. Кәдімгі физзарядка жасайды. Көз алдыңызда кішкентайыңыздан көргеніңіз әкеңіздің спортпен айналысу? Әкем өте жаңағы білімді сондай азамат болды. Физзарядка обязательно. Таңертең тұрады. Тәртіп, иә. Ерте тұрады, сол зарядкалар жасап жатады. Сол бала кезімнен есімде қалды. Әйеліңіз спортпен айналыса ма? Әйелім осы келген кезде менімен бірге жүгіретін, осы күн жүгірмей жүр. Қазір биге барып жүр, сосын плаванияға жазылып қойды. Менің қасымда, менің залыма спорт залы келіп менімен бірге дайындалмайды. Өйткені қанша әйелдер жүреді алдыңызда, қызғанатын шығар? Қызғанады ма, қызғанбайды ма енді? Қызғанатын шығар ішінде, бірақ мен айтайын деп отқаным, үйіңдегі әйелің болсын, балаң болсын, сен оны өзіңе ұнайтын затпен мәжбүрлеп, давай сен осымен айналыс деп айта алмайсың. Айта алмайсың. Әркім шешімін өзі қабылдайды. Сол айтайын деген. Менің әйелім мысалы менің залыма келіп, менің қарамағымда, менің тәртібіме бағынып, жаңағыдай жаттығу жасамайды. Ол барады, басқа залға барады, келіншектермен, подружкаларымен жатады. Биге барады, жүзуге барады. Қанша ұл қыз бар? 2 ұл 2 қызым бар. Тәрбиесімен айналысып жатыр. Тәрбиесімен енді тәрбиесіне бәріміз араласамыз ғой, әйелді, менді. Бірақ шыны керек, мен вахтада көп жүрдім. Алтын мыс компаниясында жұмыс істедім, вахтовый методпен жұмыс істедім. Сол кезде үлкен ұлым мен қызымды тәрбиесін шамалы жіберіп алдым десем болады. Менің әйелім оқытқан менің әйелім, Алла разы болсын. Бірақ енді түсініп атқаным, балаларым балалық шақтары үлкейіп өскен сайын мен түсіндім, что мен қасында көп болмаған екенмін. Вахтада жүрдім ғой енді. 15 күнге кетіп. Балаға көбірек внимание керек. Ол өте маңызды екен. Пандемия кезінде мен 3 айлап жоқ болып кеттім. Қайда жүрсіз? Пандемияда все, жұмыс керек па, осы неде қаласың, вахтада қаласың. Алтын алмаз компаниясында жұмыс істедім. Золотодобывающая компания. Кәдімгі үлкен компанияда мен басқарып начальник отдела болдым. Сол жерде жаңағы көмекшілерім, сол жерде водителім, служебный машинам, жататын вип, жаңағы жататын орным, бүткіл жағдайды істеп қойды. Спорт залға дейін бәрін беріп қойды. Беріп тұрар, если вам работа нужна, пандемия, мы запрещаем домой ехать, все. 3 ай. Тәртіпке бағынасың, 3 ай жоқпын. Содан кейін пандемия кезінде мен өзіме шешім қабылдадым. Жоқ, бұлай дальше продолжаться не может. Менің мақсатым қандай болды? Менің мақсатым вообще біреуге жұмыс істеме, өзіме кәсіп қой менікі деп. Ашу. Сөйтіп қайтадан кәсіп ашу, өзімнің ұнайтын ісіммен айналысу. Маған ұнайтын іс ол спорт. Мен спорттан шаршамаймын. Мен күнде жүгірем, күнде жаттықтырам. Содан кәдімгідей энергия аламын. Сосын ол ұнайтын затым ақша келіп бастағанда аз да болса, ол нағыз успех деген сол екен ғой. Сол екен, жетістік деген сол екен. Сөйтіп соны түсіндім. Сол спорт залдан қазір сол табысым да, жұмысым да сол спорт зал. Бүгін студиямызға келіп, осындай әдемі сұхбат беріп, өзіңіздің спорт түріңізбен айналысып жатқан
бөлісіп жатқаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Жалпы анаңызға жасайтын сыйлығыңыз қандай? Енді анама неше түрлі жаңағы гүлдер, мынау гүл обязательно. Сосын анам енді биыл 75-ке толады. Ол кісілер жаңағы көйлек деп айтамыз ғой. Неше түрлі жақсы товарлар жақсы көреді. Сол қазақи камзолдар жақсы көреді. Сосын алтын, күміс жақсы көреді. Үлкен адамдар сол ғой. Сондай. Сосын посудалар жақсы көреді. Неше түрлі. Ой, мынау бұрынғыныкі ғой дейді. Мынау деген ойбай мықты ғой деп сондай. Ыдыс аяқты көп алатын болып тұр ғой. Бұрынғының заттарын бағалайды. Бұрынғы адамдар, бұрынғының. Қазіргі адамдар білмеймін, енді бұрынғыға көп қызыға бермейді ғой. Анаңызды өте қатты қуантқан сәт? Анамды өте қатты қуантқан сәт, қалай айтсам болады. Ініміздің екеуміз армиядан бірге оралғанымыз шығар деп ойлаймын. Екеуміз бір уақытта армияға кетіп, бір уақытта келдіңіздер? Екі ұлы бір уақытта армияға кетті. Арамыз 6 ай болды, сосын екеуміз армиядан оралған кезде, сол кездері бір жақсы қатты қуанды деп ойлаймын. Анаңызды қатты ренжіткен кезіңіз? Қалай айтсам болады, бір есімде қалған бір сәт бар. Өзімше бір ашуланып, за рулем болып, анам артымда отырды. Сонда бір машинаны қатты айдадым. Өзімше жаңағы бірдеңеге ашуланғыңыз келіп қалды да? Бірдеңеге ашуланып, өзімше өзімнің мінезімді көрсетіп, бір сол кезде бір Opel Vectra'м болды. Opel'дің бір қаптаған жылдары болды. Сол кезде менде бір Opel Vectra болған. Соны бір қатты айдап, бір анамды бір қорқытып, сол кезде бір ренжіген есімде қалды. Енді ренжіткен кездер болды ғой, енді балалық кездер, неше түрлі сәттер болды ғой енді. Бірақ сол кезде бір чересчур бір қатты кетіп қалдым ба деп ойлаймын. Қазір қарап отырсам, тіпті бір болмайтын затқа өзім мінезімді көрсетіп, сол. Шоқ болған ғой мінезім. Солай болып тұр ғой. Мінезсіз спортшы көрмедім дегенім ғой. Вообще, қазіргі таңда енді ойланып отырсам, сабырсыздық кездер көп болған екен. Сабырсыздық. Болмайтын нәрсеге соншама өзіңді жаңағы мінезіңді көрсетіп, тіпті болмайтын кездер болған екен деймін. Соны мойындаймын қазір. Енді ол мойындауымның себебі енді өзімнің жасым келіп қалған, енді 50 келемін ғой, 4-5 жылдан кейін. 4 жылдан кейін. Ақыл тоқтатқан сәтіңіз ғой. Солай шығар. Анаңызды өте қатты жақсы көріп құшақтаған сәтіңіз? Бетін сүйіп. Армиядан келген кезім сол сағындым. Сағыныш. Мен сол армияға кеткелі анамды көп ұзақ уақыт көрмеген уақыттар болмаған екен ғой. Армияға барған кезде мен түсіндім, ойбай, анамның қалай жақсы көретінімді. Ана ненің астында, одеялдың астында жылап алатын кездер болды, сол армияда жүріп. Бір тал шырпыны бағалаған кездер болды. Ана дембілдерден таяқ жейсің ғой. Спичке деп айқайлайды, сол кезде бір тал шырпыны таба алмай. Таяқ жеген кезде, бағалау керек екен. Мама алатты кәдімгідей. Мама деп жылаған кездер болды, оны жасыратыны жоқ. Я думаю, нормально. Ол енді өмірде болып жатқан нәрсе. Мамалаған кез болды ғой. Прямо в смысле этого слова мама деп. Анаңыздың еркелігін көтергенсіз қанша жасыңызда? Осы қазір қатты көтересіз бе еркелігін? Қазір көтерем. Анам ондай еркелемейді да. Қатты бір еркелігін прям байқатпайды да. Енді не істеп қаласың, еркелігін қалай түсінсем болады, бір керек затын алып беру, бір айтып қалады алыстан, соны деп түсініп қаласың. Анаға тағзым деген не? Анаға тағзым деген енді міндет шығар ананың алдындағы. Сол ананың алдында ананың берген махаббатын, ананың өмір бойы өсірген жаңа еңбегін бағалау деп ойлаймын. Анаға тағзым деген сол ананы бағалау, анаға құрмет, ананың сол саған салған мейірімін қайтару. Ананың ақ сүтін ақтау анаға тағзым. Дәл солай. Анаға тағзым жасау, ананың ақ сүтін ақтау. Бүгінгі біздің медиа жоба осымен тәмам. Келесі кезекті қызықты кейіпкерлерді күтсеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Біздің арнаға жазылыңыздар. Рахмет сізге көп осындай студияңызға шақырып, осындай ана туралы сұхбатқа шақырғаныңызға көп рахмет. Бағалағаныңызға рахмет.